шақырды қой ағайын. Әншілер, бишілер сіздерден ешнәрсе сұрамайды, ақша сұрамайды, тамақ сұрамайды, басқа сұрамайды, тек қана сұрайды да ыстық ықылас, құрмет, қошемет. Сұрайыншы Айгүлден. Ағаммен қай жылы үйлендіңіздер? 90. Сүйем деп жатыр. Міне, ағаммен тәтем отасқандарына 28 жыл. Айгүл тәтемнің командасы! Көңіл күй қалай! Настроение болмайды есімде болсын. Сол жерде осы кісінің көңілінен шығып бар. Папалар вообще ойнамайды. Папалар вообще не ойнамайды. Ереке, қолын қысып қояйыншы. Мына ата-ананың разылығын алған адам, Алланың разылығын алған адаммен тең дейді. Ата-ананың разылығын алған адам, Құдайдың, Жаппар иеміздің разылығын алған адаммен тең дейді. Осы кісілерді қашанда сыйлай біліңіз, осы кісілерді құрметтей біліңіз. Бірінші очередь анаңыз бен әкелеріңізді құрметтей біліңіз. Сосын енді құда менен құдағы енді бекер бетіне жегізіп отқан жоқпын. Сізге аманат қылып табыстап отыр Айгерімді. Аманатқа қиянат жасауға болмайды ғой. Екі дүниеде де жауап бересің Айгерім үшін. Сосын Айгерім келін болып түскеннен кейін ләй басыңыздан орамал тастамаңыз. Орамалы жоқ келіннің жанында мүлдем періштелер жүрмейді екен. Сосын тырнағыңызды алып жүріңіз. Тырнағы осы қыздардың мұрны таза болады дейме білмей. Және бөлеге шапалар қой елекме. Бір-бірімізге қарап, құшағымызды келіп, жайып бүйткенде. О, қараңыз. Міне самолеттің қарандай. Бір-бірімізді құшақтап, үш рет құдеке! Кейбір жерлерде екі құдағи айтып жатады. Екі бала бақыт болса, бізде бақыт өтірік нәрсе құдағи. Екі құдағи бақыт болса, екі бала ешқайда кетпейді. Сол себепті сіздер тату болу керексіздер самый главный. Құдағиыңызды бір бетіне бір жерге түйіп қойыңызшы құшақтап тұрме. Ағайын қараңыздар, Құдай қаласа, Құдай бұйыртса, ерке ұлан Айгерім 30 жылдан кейін, пожалуйста. Друзья, встречайте, бұл жолдас, қыз жолдас, спустя 40 лет. Екі бала бақытты болсын ба? Болсын. Берекелі болсын ба? Бай болсын ба? Сіздерге әрдайым бастарын иіп тұрсын ба? Екеуінен тараған 10 шақты немереңіз алдыңызға келіп, ата! деп еркелеп шаптырып сейіп тұрсын ба? Құдай сол күнге жеткіз. 300 адам не дейді екен тыңдап көрейік? Той құтты болсын ба? Болсын деп айтыңыздар. Балалар бақытты болсын ба? Бай болсын ба? Балалары көп болсын ба?
Шапалап ұрмайсыңдар ма Нұрсұлтанға? Нұрсұлтанға бүгінгі тойдың спонсоры генерал 10 мың 20 мың теңге Нұрсұлтанға. Молодец ана. Адамында той көп болсын ба? Шығып жатқан теңгелер долларлармен тең болсын. Bir айдан соң 1 теңге $100 тең болсын. Сөйтіп әлгі долларға теңгелерге жем болсын. Қазір енді Мұса сенен бастаймыз. Қазақша орысша білесің ғой. 10-ға дейін сада қой. 1, 2, 2. Раз, два, три, четыре. Дайынбыз ба? Келесі қалайық, дайынбыз ғой. Оппан Gangnam Style. Оппан Gangnam Style. Енді ардақтағайын рахмет айтып жатыр ғой. Сендерді жақсы көрем, жақсы адамдар, алынбас тасқамалдар. Өздеріңдей көп болса екен жақсы адамдар сендерге қарап өссін басқа жандар. Сендерді жақсы көрем, жақсы адамдар. Өйткені жүрегімде әппағар бар. Күн осылай той жасаса екен жақсы адамдар, күйіп кетсін көре алмайтын бәтшағарлар. Дүргінде, өтеді дүние бір күнде, 60 күн адам болғанша тура боп бір күн дүргінде, ашылда сөгіл сол күнде, шашылда төгіл сол күнде, әйтпесе көзің тоя ма дүние дейді жұртынге. Тойға жиылған сүйіктер, бүгінгі тойға кейіпкер, Алмас ағама рахмет, тәтеме рахмет деп шапалап ұрмау мүмкін бе?